Сәлем достар, бүгін біз жұмсақ болып пісетін аппетитный осындай қой етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге свежий қойдың етін алып тұздап, жақсылап араластырып алу қажет. Газға қазанымызды қойып, үстіне май құйып, май қызған соң етімізді қазанға салып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Ет осылай бұрқырап қайнап бастаған кезде тағы да бір рет жақсылап араластырып алып, қазанның қақпағын қайнағанша тағы да жауып қоямыз. Қазанымыздағы ет осылай қаттырақ бұрқырап қайнаған кезде қазанның астындағы отты жай отқа ауыстырып, 30 немесе 40 минутқа бұқтыруға қойып қоямыз. Менің етім 40 минут тұрды. Осылай көлемі кішірею қажет. Енді үстіне пиязды салып, жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минутқа қазанның қақпағын жауып қойып қоямыз. Пиязымыз қуырылып болған соң, енді артынша қуырдағымыздың картошкасын салатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, картошка салғаннан кейін қуырдақтың тұзын бір байқап, тұзы аз болса, тағы да кішкене тұз салып жібереміз. Крышкасын жауып, жарты сағат тағы да бұқтырып аламыз. Сонымен өз майына өзі бұқтырылып піскен, жұмсақ болып пісетін қуырдағымыз дайын болды. Тарелкаларға бөліп, бетін көк пиязбен немесе ақ пиязбен өз қалауларыңызша әрлеп дастарханға ұсына берулеріңізге болады. Енді керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен бүгінгі қой етінен қуырдағымыз дайын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әлі де түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.